Бүгін Есіл ауданында Адал азамат біртұтас бағдарламасы бойынша үлкен облыстық семинар өтті. Осы семинарда бүгін бірнеше секцияларда әріптестеріміз жұмыс жасады, яғни экология бағыттары бойынша, әрбір пәндер бойынша, одан бөлек шеберлік сабақтары болды, ашық сабақтар, кәсіби бағдар беру жұмыстары өткізілді. Бұл іс-шара үлкен тәжірибе алмасу алаңы болды деп айта аламыз, өйткені әр саладан келген, әр ауданнан келген әріптестеріміз өзіне қажетті ақпаратты алды деген ойдамыз. Осы себепте біз Қозыбаев университетінің атынан әдістемерлік орталыққа, сонымен қатар осы Есіл ауданының білім беру бөліміне үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгін бізде осы іс-шараға қатысып, өзіміздің жалпы өңірлік жалғыз оқу орнының білім беру бағдарламалары мен одан бөлек оқуға түсу талаптары және де болашақ мүмкіндіктері туралы айтылды. Осы мүмкіндік үшін барша қатысқан азаматтарға алғысымды білдіремін. Рахмет. Мен Шалақан ауданы Кеңес орта мектебінен бүгінгі ұйымдастырылып жатқан облыстық семинарға Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясындағы облыстық семинарға қатыстым. Бүгінгі семинардан көптеген іс тәжірибелермен алмастым. Семинар жалпы секциялық бағыттарға бөлініп ұйымдастырылды. Соның ішінде мен Шұқырой алаңы жобасы аясындағы дебат бағытында секциясына қатыстым. Осындай семинарды ұйымдастырған облыстық білім бөліміне, мектеп ұжымына бүгінгі үлкен алғысымды білдіремін. Өзіме көптеген тәжірибелер жинап алдым деп айта аламын. Рахмет.